Адольф Гитлер қатардағы қорқақ, өзіне сенімсіз солдаттардың бірі болған. 1918 жылы соғыс кезінде газовый атаканың әсерінен ол кісі соқыр болып қалады. Оны ауруханаға жеткізген кезде оның көзінде ешқандай ақау жоқ, психосоматика екенін анықтайды. Ол қасындағы газовый атаканың әсерінен соқыр болған солдаттарды көріп, қорқып, содан соқыр болып қалады. Енді оның ешқандай ақауы жоқ болғандықтан оны психиатр Эдмунд Форстер деген адамға жібереді. Ол адам бұл Гитлерді трансқа түсіріп, сенің көзің көретін болады, сен елді басқаратын, сен танымал адамдардың біріне айналасың деп, сол кезде трансқа түсіріп, оны сондай внушение жасаған. Содан бұл адамның өмірі өзгере бастаған. Бұл жерде айтайын дегенім, әйел адамдарға әсіресе сіздер осы адамдар жиі трансқа түседі, әсіресе күйеулеріңізді сондай внушение жасай аласыздар. Оны мен өзімнің НЛП-ның құпиялы техникалар атты кітабында толық жазған болатын. Онда сіздер күйеулеріңізге сондай сөздер внушение жасау арқылы оның өмірін өзгерте аласыздар. Онда көптеген лайфхактар, НЛП-ның өте жақсы құпия техникалармен бөліскен болатын. Кітап жайлы білгілеріңіз келсе, төменде өтіп сұрасаңыздар болады.